Азербайжан елінде метрода видеоға түсіруге болмайтынын білдіңіз бе? Сонымен бірге әуежайдың да кей жерлерінде видео, фото тыйым салынған. Соған қарамастан, жасырып болса да видео жасағам сіздер үшін. Бағалап жіберіңіздер. Тегін лайк, комментарияларыңызбен. Дәл қазір мен Гайдар Алиев атындағы аэропорттамын. 2020 жылы әлемдегі ең керемет әуежайлар қатарына кірген екен. Себебі бұл әуежайда 5 миллионнан астам адам ұшып қонады. Сол 5 миллион адамның пікірінің арқасында болар әлемдегі ең әдемі әуежайлар тізіміне енген. Баку әуежайы ең алғаш 1933 жылы салынған. Сол жылдан бері жаймен дамып, 2004 жылы ғана 3-ші президенті Гайдар Алиевтің аты берілген екен. Әуежай неге Гайдар Алиев атына ие екен жергілікті халықтан сұрап едім. Потому что он самый сильный политик был в мире. И он наш Как Ататюрк в Турции? лидер, но по-русски я не знаю, как называется. На своем. Ататюрк, да. Здесь Гайдар Алиев, да. Он лидер нации, потому он самый сильный политик. Я халқы Гайдар Алиевті қатты құрметтейді екен. Тек осы адамның сөзінен ғана емес, жалпы Азербайжан елінде болған кезімде көбінен естідім. Бұл аэропорт 3 этажды. Бірінші этажы адамдарды кіргізу, тексеру, сондай пункттар бар, обменниктер бар. Екінші этаж демалу орны. Демалу дегеннен гөрі тамақ ішуге арналған деп айтса болады. Тамақ ішетін, кафе сияқтылар бар. Үшінші этаж ол регистрация және демалу орындар бар. Бұл жақта күту алаңдар бар. Жатып, прям ұйықтайтын жерлер де бар екен. Шынымен ұйықтауға арналған капсулалар бар. Ол пересадкаңыз ұзақ болған кезде өте ыңғайлы. Жалпы әуежай көлемі өте үлкен. 65 000 шаршы шақырым. Ойлай беріңіз, қаншама айлапат жерді алып жатыр. Шынымен де үлкен десе үлкен екен. Әдемілік жағынан да, үлкендік жағынан да бұл аэропортқа тең келетіндер жоқ деп ойлаймын. Әзірге мен көрген аэропорттардың ішінде ең үлкені және архитектура жағынан болсын, барлық жағынан әдемісі осы аэропорт деп ойлаймын. Және бұл аэропортта тегін Wi-Fi бар. Ешқандай сим карта салмай, ұшып келген бойда бір жақсысы осы жақтың тегін интернетін әзірге пайдалануға болады. Төменде кафелермен бірге айырбастау пункттері бар. Бірақ бұл жерде курс өте жаман. Одан да қаладан ауыстырған дұрыс болады. Аэропорттарда обменникпен ақша айырбастап керек емес. Мен жаңа ақша айырбастадым обменниктен аэропорттың. Бірақ курс кішкене төмен, сондықтан азын шоғын ақшаны обменниктен айырбастап, қалған сумманы қаланың өзінен арзан жерінен айырбастаған дұрыс болады. Мен осы жаңа $21 34,80 азербайжандық манатқа айырбастадым. Манаттар мынандай болады. Бір манаттары 20, және 10, және тиын бар. Азербайжанның өздерінің еліне флагын тектес етіп жасап қойған екен. Ең жақсы, ең тынышы аэропортта емес, қаладан айырбастаған дұрыс болады. Тағы да бір таңғалдырғаны ол дәретханасы. Есігі өзі ашылғанмен қоса, іштегі жуыну бөлмесіндегі су да өзі ағады.
Қолыңды жақындатсаң болды ғой. Мына тұрған зданияны не деп ойлайсыздар? Былайдан ковер сияқты. Бұл ковер музей емес. Бұл Бакудегі Азербайжан метросы. Ал енді метроға кезек берсек. Тағыда бір видео түсіруге мүлдем болмайтын жерлердің бірі Баку метросы. Әуежайда кейбір жерлер түсіруге болмаса, метрода мүлдем видеоға түсіруге болмайды екен. Мен әдеттегідей болмайды дегенге қарамастан GoPro'мды қостым да жасырып түсірдім видеоны. Баку метросы 1967 жылы алғаш іске қосылған екен. 3 линиядан 27 станциядан тұрады. Әзірге ұзындығы 40 километрді құрайды. СССР кезінде Ленин метросы деп аталған. Метрода 41 эскалатор жұмыс жасайды. Осы метромен қатынау үшін баки карта керек болады. Бір бағытқа жүру құны жарты манат. Ал картаны толтыру өте оп-оңай. Метрода осындай терминалдар толып тұр. Қазір мына баки картаны қалай толтырамыз, соны көрсетемін. Осылай келеміз и картаны мына жерге қоямыз. Менде 30 қалған екен. Қазір ақша саламыз. Біреу салам. Өте жерден салып жібердім. Біреу түседі. Уже менде 4 поездкаға ақша бар. Алып алам. Бірде 30. Болды, осылай толтырылады. Метроның іші ескілеу. Жаңа вагондарда бар әрине. Дегенмен көп бөлігі ескі. Бакми деген станцияға келдім. Сыртына шығады екен. Тек төменде жерде емес, сыртында да жүреді. Метро станциялары әдемі безендірілген. Жарларында, отырғыштарында бәрін барынша әдемі етіп жасағысы келгені көрініп тұр. Осындай ақпарат бар екен. Осылай қарап алсаңыз болады. Мен мына жерден шығып, кеңшілік бәрін өтіп, мына жерден шығып, гидролифтқа барам. Содан соң кері қайтам. Ескі шаһар деген ең соңғы станциясы екен. Және осы линиямен бетіп бір барады. Және мына жерде Қытай бір линия бар. Бакми деген соған барып қайтуға болады. Жасылға болады. Мына жаққа екінші жасылмен байланып аралап қайтуға болады. Дегенмен метро болған соң метрода арзан қозғалыс түрі болып есептелінеді. Және соған сай халық та сондай деңгейде. Деңгей демекші Азербайжан интернет көздеріне сенсек жақсы өмір сүретін ел қатарына кіреді. Ал жергілікті халық сөзіне сенсек олай емес ау. Баку, да, туризм немножко развитая, но не совсем как европейские страны. Ну, развитая, да. Ну, если в долларах, 500-600 долларов. 500-600 это средняя зарплата. Метрода байқағаным, станция аз болғанымен қаланың көп жеріне барып алуға болады екен. Былайша айтқанда шағын, бірақ ыңғайлы. Ал сіздер өздеріңіздің бағаларыңызды бере кетіңіздер. Осымен менің метро туралы видеом соңына келді. Жақсарып болса да сіздер үшін түсірген видеоны лайкты деңгейде сіздер бағалап кетеді деген ойдамын. Лайк басып, комментария жазып, және достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер, себебі бұл видеоны түсіру маған өте қиын болды. Сіздермен бірге болған мен, Дилдар Орынғалиұлы, және Қара Сумка YouTube каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.